Сәлем достар, сіздермен Арайдың асханасы өте дәмді шығатын, қол жетімді ингредиенттерден жасалатын үй жағдайында бисквиттен торт жасаймыз. Жасалу жолы оп-оңай. Ең алдымен бисквитін пісіріп аламыз. Бізге керек арнайы осындай кольцомызға фольгамызды орап аламыз. Ыдысымызға бөлме температурасындағы жұмыртқамызды, қантымызды салып, миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Мендегі араластыруға 15 минуттай уақыт кетті. Өзінің көлемін 2-3 есе ұлғайтады. Осылай болып шығады. Саусақпен алған кезде төгіліп кетпейді. Ұнымызды аз мөлшерден сала отырып, астынан жоғарғы қарай араластырамыз. Ыдысымызға құямыз. Осы уақытта пештеріңізді қызып тұрыңыздар. Міндетті түрде қызып тұрған пеште пісіресіздер. 170 градуста 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Піскеннен соң бірден алмай, осылай жартылай аузын ашып қойып суытамыз. Жақсылап суығаннан соң кесіңіздер. Мінекей осындай болып шығады. Кез келген торттарыңызды жасай берулеріңізге болады. Енді кремін дайындаймыз. Бізге кремге қаймақ және де қант ұнтағы керек. Ең алдымен қаймағымызды ыдысымызға салып, оның үстіне қант ұнтағын саламыз. Миксердің немесе венчиктің көмегімен қант ұнтағы ерігенше араластырамыз. Енді осылай кондитерлік мешокқа құйып алсаңыздар да болады кремді, бірақ ол маңызды емес. Бисквиттерімізді ортасынан бөлеміз. Мен 3 бөлікке бөлдім. 4 немесе 2 бөлікке бөлсеңіздер де болады. Алдымен осылай сызықтар сызып алып, одан соң тең де 3 бөлікке бөліп шығамын. Енді тортымызды жинаймыз. Әр бисквиттің арасына көз мөлшерлеп кремімізді салып, оны тегістеп осылай жинап шығамыз. Кремімізді жақсылап тегістеп жағып алдық. Енді қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Мен осылай тек жеміс-жидекпен сәндеп шықтым. Және де ең соңында осындай торттың жан-жағына арнайы тәтті кәмпиттерді жағып шығамын. Мінекей біздің тортымыз дайын. 1 сағатқа холодильникке қалдырамыз. Болған Арайдың асханасы. Видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Алдағы уақытта тағы да қол жетімді осылай өте дәмді болып шығатын рецептермен бөлісемін. Сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.